Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 71-ші сабақ. Бөлімі атақты тұлғалар. Тақырыбы халық ұстазы Бала Ахмет. Ахмет Байтұрсынов ақын, ғалым, аудармашы. Оқушылар, бұл мәтінде Ахмет Байтұрсыновтың балалық шағы туралы білетін боламыз. Бала Ахмет. Ахметтің туған жері Сарытүбек деген жер. Ол жер алыста, жердің шетінде орналасқан. Ол жерде Ақкөл деген көл бар екен. Сол жазық далада бір кішкентай сәби өмірге келеді. Ол баланың атын Ахмет деп қояды. Бала өсіп жатады. Өте қабілетті болып өседі. Айтқанды қағып алады. Зерделі бала өз бетінше неше түрлі кітаптар оқиды, әдебиеттер оқиды. Ахметтің дамып өсуіне Торғай өңіріндегі ақындық мектебі де жақсы әсер етеді. Ахмет Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет ақындардың жырларын тыңдап өседі. Домбыраны әрі ақын, әрі композитор Есенжол Жанұзақұлынан үйренеді. Сейдахмет деген ақын кісі кішкентай бала Ахметтің алғырлығын, зеректігін көріп, Ахметтен зор үміт күтеді. Сөйтіп ол ақын Ахметке өлең арнайды. Елетпей көк өрімдей болғандығын, танытқан таңға жайып алғырлығын, әдейі Ахметке өлең арнап, қолыма домбырамды алдым бүгін. Бақ қонды оннан жаңа асқаныңда, асарсың өнердің сан асқарында. Жарқырап әлі бір күн тұрарсың сен, жұлдыз боп қазағымның аспанында дейді. Яғни өлеңде ақын Ахметке айтады: 10 жастан асқан кезіңде басыңа бақ қонды. Жап жас болсаң да өте алғырсың дейді. Өнердің талай асқарынан өтесің. Қазағымның аспанында жарқырап жұлдыз болып тұрасың деп Ахметтің болашағына сенеді. Ахметтің ұстаздық жолға түсуіне Ыбырай Алтынсариннің да әсері мол болады. Ахмет Ыбырай мектебінің үздік жүйрік шәкірті болады. Ұлы ұстаз қалдырған өнеге мен тәлімді Ахмет көріп өседі. Соған қарап еліктейді. Оқушылар, сіздерге Ахмет Байтұрсыновтың балалық шағын суреттеп бердім. Сіздер түсіне алдыңыздар ма? Сабақ қызықты әрі түсінікті болды деп сенемін. Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.